Это Казах Culture, здесь про культуру и искусство. Мы пришли на спектакль Жошы хан в театре Конышбаева. Негізі осы қазақ даласына Ұлытауға келіп, Алтын Орданың құрылуы. Осы Алтын Орданың құрылуы, соның қалай пайда болған бастапқы осы Жошы келіп құрып кетеді, осы Қыпшақ даласына келіп. Жошы өте адал, әділ адам болған, бәрінде ақылмен шешуге тырысқан, ешқашанда эмоцияға беріліп, сол заманда енді соғыстың кезі болды ғой. Ешқашанда бір эмоцияға беріліп, қырғын жойғынсыз елді ақылмен жаулауға, бәрінде ақылды түрде шешуге тырысқан. Құрметті көрермендер, біздің осы Қалибек Қуанышбаев театрындағы тарихи спектаклімізге келіңіздер, Жошы хан деген. Біз сіздердің қолдауларыңызды әрқашанда күтеміз. Менің есімім Жолдыбек Диана, мен осы біздің театрда актриса болып жұмыс жасаймын. Осы Жошы хан спектаклінде мен Жошының ең сүйікті әйелі Бектомыштың рөліндемін. Жошы хан спектаклінің маңыздылығы менің ойымша әр адам өзінің өткен тарихын, өзінің бабаларын, қайдан шыққанын, қай жерден шыққанын барлығын білу керек деп ойлаймын. Сондықтан болашақ ұрпаққа, жастарға өте бір мәнді, мағыналы, жақсы қойылым деп ойлаймын. Құрметті көрермен, сіздерді біздің театрға осы Жошы хан спектаклінің қойылымын тамашалауға әрқашан күтетін боламыз. Спектакль начнется с минуты на минуту, но я вам расскажу интересный факт. История спектакля повествует вам о взаимоотношениях Чингисхана и его сына Жошы хана. И самое интересное, она состоит из двух частей. Это Чингисханская орда и Казахская орда. И повествует о становлении казахской государственности.